Салем достар, баршаларыңызға сіздермен байланыста Мейірман Төленбай. Егер менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда дәл қазір ұмытпай тіркеліп кетіңіздер және де осы видеоға лайк басуды да ұмытпаңыздар. Бұл каналдың дамуына сіздің қосқан үлесіңіз. Олай болса, бастаймыз. Бүгінгі видеода мен сіздерге BestChange онлайн обменник арқылы криптовалютаны сатып алуды көрсететін боламын. BestChange дегеніміз не? Барлық международный обменниктарды біріктіріп отырған үлкен платформа. Яғни сіз осы жерден тексерістен өткен сенімді обменниктардан криптовалютаны сатып ала аласыздар. Немесе керісінше осы жерге келіп криптовалюталарыңызды сатып, өзіңізге фиатты ақшаға айналдырсаңыздар болады. Мен сіздерге осы BestChange обменниктің сілтемесін осы видеоның астында қалдырдым. Сол сілтеме арқылы өтетін болсаңыздар, осы сайтқа тап боласыздар. Ең бірінші қараңыздар, жақындатып көрсетейін. Ададите деген бұл сіз жіберетін нәрсе. Сізде мысал ретінде қандай банк бар? Бізге белгілі Каспий банк немесе кез келген Visa MasterCard'тан алсаңыз болады. Егер Каспий банк болатын болса, осы бірінші қатардан өзіңізге Каспий банкты іздеп табасыздар. Міне Каспий банк таңдайсыздар. Келесі вы получите. Сіз қандай монета сатып алайын деп жатырсыз? Биткоин, эфириум, BNB, Tether. Сізге BNB алуды көрсетемін. Мына жақтан BNB таңдайсыз. Егер сіз керісінше өзіңіздің криптовалютаңызды сатам дейтін болсаңыздар, онда бірінші жақтан Adadite деген жерден сіз өзіңіздің монетаңызды табасыз. Ал керісінше қандай банкке жібересіз, соны таңдайсыз. Сонымен обмен жасасаңыздар болады. Сіз өзіңізге қажетті монеталарды таңдағаннан кейін сізге оң жақтан мынандай обменниктарды ұсынады. B2Cash, 24 Pay Bank, Просто Cash, тағы басқалар. Енді бұл жерде сіз қандай пункттарға мән беру керексіз? Мысал ретінде бір BNB-ға мына обменник 255.970 теңге сұрап тұр. Енді ал оның астындағы 24 Pay Bank бұл 271.616 теңге сұрап тұр. Айырмашылығы шамамен 15.000 теңге. Төмендеген сайын обменниктер қымбаттай береді. Тіпті мына Просто Cash деген банктың өзі 45.000 разница сұрап тұр. Ең тиімдісі бұл B2Cash. Бұл жерде әртүрлі обменниктарда шығуы мүмкін. Сондықтан да оған мән бермейміз. Наңғыраңыздар. От 50.000 теңге. Яғни сіз егер 40.000 теңгеге BNB алам дейтін болсаңыз, бұл обменник сізге келмейді. Ол үшін сіз келесі обменникқа келсеңіз болады. Мысалы бұл жерде 40.000 теңгеден. Ал келесі одан кейінгі обменник бұл 75.000 теңге. Яғни бұл жерде лимиттер бар. Енді өзімізге қолайлы осы бір обменникті таңдаймыз. Егер мен айтқан нәрселер түсініксіз болып жатса, мына жердегі барлық ақпаратты оқып шығыңыздар. Мысалы, мына обменникті таңдаймыз. Басқаннан кейін сол обменниктің сайтына жібереді. Осы жерде өзіңізге қажетті барлық ақпараттарды толтырасыздар. Кейбір обменниктер верификациядан өтуді талап етеді. Сондықтан да верификациядан өтіп, 1-2 сағаттың ішінде сізге жауап келеді. Одан кейін ары қарай процесті жалғастырсаңыз болады. Егер төмен қарай түсіретін болсақ, сумма 205.000 теңге. 0.8 эфириум. Егер мысалы сізде шамамен 100.000 теңге бар. 100.000 теңге деп жазатын болса, сізге сол 100.000 теңгеге қанша BNB беретінді көрсетіп тұр. 0.139 BNB береді екен. Немесе керісінше сізге 0.5 BNB немесе 1 BNB керек. Мысал ретінде 0.5 BNB. Готово. Енді 0.5 BNB қанша болатынын сізге есептеп берді теңгемен. Ана жерге өзіңіздің картаңыздың 14 санын жазасыз, төмен қарай түсіресіз. Комиссия мынандай болады екен комиссиямен. Сондықтан да мына жерге жазған кезде мұқият болыңыздар. Үстінде мысалы шамалы қосатын болсақ, қараңыз, комиссиясымен мынандай болып түседі екен. Кейбір адамдар осы жерде комиссиясын есептемей қалады, содан кейін аз алып қою мүмкін. Оны да есептеңіздер. Мына жерге өзіңіздің электронды адресіңізді қоясыз. Қай жаққа сіз бұл BNB-ді жіберейін деп жатырсыз. Осы жерге қоясыздар. Оны сіздер онлайн кошелектен немесе биржадан алсаңыздар болады. Келесі төмен жаққа аты жөніңіз барлығыңыз толтырасыздар и номер обменять басасыздар.
достар, сізді мүлдем басқа сайтқа жіберуі мүмкін. Сондықтан да мен сіздерге қалай верификациядан өтуді көрсетпеймін. Оны өздеріңіз жасасаңыздар болады. Барлық өзім жайлы ақпараттарды толтырып шықтым. Енді мен айырбастау кнопкасын басам. Окей, бастық. Енді бізге не деп тұр? Мына жердегі барлық ақпаратты оқып шығыңыздар. Біз не жібереміз? 138.047 теңгені Каспий Голдтан мына адрестан жібереміз. Комиссиясымен қосқан кезде сіз 0.153 BNB алады екенсіз. Мына бір сіздің адресіңізға. Создать заявку. Енді біз не істейміз? Төмен қарай түсіреміз. Сіз өзіңіздің картаңыздан, Каспийіңізден перевод жасайсыз. Одан кейін перевод жасағаннан кейін осы жаққа келіп, я оплатил заявку деп басасыз. Одан кейін сізге шамамен 15 максимум 20 минуттың ішінде сіздің жаңағы жіберген кошелегіңізға BNB келіп түсетін болады. Дәл осылай барлық процесс іске асады. Егер керісінше сіз криптовалютаны сатам дейтін болсаңыз, онда дәл осылай жасайсыз, бірақ барлығы керісінше. Қиын ештеңесі жоқ. Осымен видеоны аяқтаймыз. Сіздермен болған Төлембай Мейірман. Көп рахмет. Сау болыңыздар.